Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оңтүстіктің хит болған тағамы, әртүрлі аталатын нан салма және бізде бұны шылпылдақ дейді. Әр елде әртүрлі айтылатын шылпылдақ дайындау тамағы, ең тез дайындалатын тамағы дайындау бөлсемін. Оның үшін бізге қамырын дайындап аламыз. Бірінші жұмыртқа, тұз салып, мұздай су салып, аз-аздан отырып қамыр илейміз. Тұзды жақсылап ертіп алыңыздар. Қамыр илеп, толық қанша кететінін мен описание бөлмешесіне описанияға жазып кетемін. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Осылай қамыр шығады, жұмсақтау. Қатылау елесеңіздер де жақсы, жаюға оңай болады. Осылай тындырып, сосын тындырып қоямыз 20 минутқа. Тынған қамыр өте дәмді, күшті болып шығады. Бетін пакетпен жауып қоямыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мені 5 подписчик адамдар көреді екен. Енді бізге начинкасына пияз, үйде картошка, сосын үйде қандай көкөністер бар, соны пайдалансаңыздар болады. Ет болмаса, жұмыртқаны салып қайнатсаңыздар да болады. Ет болмаған жағдайда істеуге күшті тағам. Енді осыны жақсылап ашып, етімізді, картошкамызды бәрін тураймыз. Етімізді ұсақтап тураймыз, майдалап турасаңыздар, жақсы тез оңай піседі. Өте жылдам дайын болатын тамақ. Мен өзім сүйіп жейтін тамағым, жолдасым да жақсы көретін тамақ. Осылай бәрін турап аласыздар. Майдалап бәрін кубик шәкілінде турап алыңыздар. 4 бұрыштағы тураңыздар. Осылай бәрін турап алған соң, қызып тұрған майға қуырып бәрін саламыз. Болгарский болса, болгарскийді сала беріңіздер. Күшті әдемі шығады, дәм әдемі болады. Пияз осылай турап. Енді қызып тұрған қазанымызға май құйып, бірін кетін қуырып аламыз. Бірінші болып етті қуырып алыңыздар, қызартырып әдемілеп қуырып алыңыздар. Сосын қалған көкөністерді салып, бәрін қуырып аламыз. Сәбіз болса, сәбізді салып жіберіңіздер. Осылай бәрін қуырып, томат салып, үстіне азғантай тұз, қара бұрыш азғантай салып жесеңіздер де болады, дәмі. Тұзды дәміне қарай өзіңіздеріңіз ыңғайыңызға қарай сала беріңіздер. Осылай тұз салып жіберем. Сосын енді томат салып, үстіне су құямыз. Жақсылап осылай қуырып алыңыздар біраз. 5 минуттай қуырыңыздар. Енді томатты салып, томат болмаса қызанақ салсаңыздар да болады. Енді қамырын жаямыз. Қамыры қараңыздар, тынып тұрды осынша уақытқа дейін. Енді бәрін жайып аламыз. Жұқалап жайыңыздар. Ет болмаған жағдайда осын нан салма, шылпылдақ және қалай аталады басқа елдерде, бізде есе шылпылдақ деп аталады. Сіздерде қалай аталады? Егер түсінбесеңіздер, комментарий бөліміне жазыңыздар. Сіздерде қалай аталады? Комментарий бөліміне күтем. Сол жерге жазып кетсеңіздер болады, сіздерде қалай аталады. Бізде шылпылдақ деп аталады. Осылай қамырды жұқалап тұрып жайып аламыз. Ең дәмді тамақ.
Осылай кессеңіздер де болады. Қамырға салған сияқты кессеңіздер болады. Әртүрлі кессеңіздер де болады. Маған осылай ыңғайлы. Мен осылай кестім. Әркім өз ыңғайына қарай кесте берсе болады. Ең главный қамыр пісте болды. Енді су аралықта суды қайнатып қойыңыздар. Азғантай тұз салып, бәрін бұрғылдап қайнатып аламыз. Өте дәмді, ерекше шығады. Осылай бір бұрғылдатып қайнатып аласыздар. Арасын қозғап жіберіңіздер, жабысып қалмас үшін. Қазан қақпағын жауып қайнатып аласыздар. Ал дайын болды. Үстіндегі начинкасы да дайын болды. Осылай сеуіп, кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Үстіне кез келген пияз болсын, укроп болсын, солар турап сәндесеңіздер болады. Өте әдемі, дәмді, енді күшті шығады. Сіздерге істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Әдемі. Видео ұнаған болса